Ассалаумағалейкум, сәлеметсіз бе? Матик баскет жобасының әріптесімін. Мен сізге осы жобаның маркетинг планын түсіндіріп көрсететін боламын. Қандай мүмкіндіктер бар, ақшаны табысты қалай табуға болады, барлығымызға бірдей берілген мүмкіндікті маркетинг планды жақсылап түсіндіріп көрсететін боламын. Жақсылап тыңдаңыз, көріңіз. Шексіздік, мүмкіндікті көрсету. Ниеттің маңыздылығы өте зор, себебі кез келген істі бастап жасаған кезде ниеттің жақсы болуы өте маңызды. Ниеті түзу емес адам ұзаққа бармайды. Ал әр бастаған ісіңде береке, нәтиже болсын десең, ниетіңді түзеу қажетсің. Керемет айтылған, ең бірінші ниетіміз дұрыс болу керек. Жаңа дәуір басталды дейді, яғни Матик баскет бұл жаңа экономикалық қаржы жүйесі. Былай айтқан кезде, бұл жердегі беріліп тұрған табыс көзі, маркетинг план, ешқандай басқа проектілерде жоқ. Бұндай жоба 1000 жылда бір келетін шығар, егер келсе, мүмкін келмейді. Әрі қарай. Матик баскет халықты байытуға арналған әлемдік жүйе. Қазір оны түсінетін боласыз. Міне, осы жобаның негізін қалаған основатель, қарапайым өзі индус, мұсылман Хан Ершат мырза. Основатель деп атын айтқанмен, біз сияқты әріптес болды. Біз сияқты кіріп, команда құрып, әрекет жасап жатыр. Себебі неге олай айттым? Бұл кісінің қолында емес, маркетинг тоқтатып тастау, сайтты жауып тастау деген сияқты. Себебі бұл жердегі маркетинг, сайт Google Chrome'да жасалмаған. Біздің бір жақсы жері. Бұл смарт контрактте тіркелген блокчейн технологиясына. Сол үшін де бұл Хан Ершат мырза осындай маркетинг планды жасап, халыққа ұсынды. Бұл әлемдік жоба. Әрі қарай. Бұл Матик баскет жобасы 2022 жылы май айының 29 күні ашылды. Запуск болды. Содан бері жұмысын жасап келе жатыр. Қазіргі уақытта бүгін нешесі? Міне, 2 декабрь 2024 жыл. Яғни қазіргі уақытта осы жобаның жұмыс жасап келе жатқанына 2,5 жылдан асып кетті. 2,5 жылдан асып кетті. Керемет. Мен сол аралықта бұл жобаның сайт істемей қалу, ақшаны бермей қою, немесе маркетинг планды өзгерту, тағы басқа деген нәрсені өз басым көрген жоқпын. Өзім таң қалдым. Енді керемет, айтарға сөзім жоқ. Енді бұл жерде біздің табыс көзі жаңағы құралымыз қандай, жалпақ тілмен айтқанда товарымыз қандай. Бұл жерде ондай товар жоқ. Жаңа бади, косметика деген ондай емес. Мына жобадағы жүйе маркетинг бөлек. Елдер айтады, мен қазір ақша салсам, қолыма товар алам ба деп, не береді деп, ондай товар берілмейді. Бұл жерде ақша салып пакетті алғаннан кейін, оның орнына бізге осы жоба әрқайсымызға пакет алып кіргеніміз үшін жан-жақтан 30 адамды тіркеп беретін болады. Система солай жасалынған, 30 адамды. Енді қандай жобадан көрдіңіз? Адам тіркеп беретін өзі. Мен ешқандай проекттен көрген жоқпын. Наоборот, ол жақта адам шақыр, ақша сал, адам шақыр, ай сайын ақша сал деп, жаңағы солай айтады көбіне. Мына жерде басқаша. Ондай товар болмағанмен, қазір көресіздер қалай екен. Біздің табыс табу құралымыз ол Матик деп айтылады. Матик деген ол интернеттің ақшасы, жалпақ тілмен айтқанда. Цифровой деньги деп айтады ғой. Барлығымыз енді биткоин дегенді естігенбіз, криптовалюта. Кезінде биткоинға ешкім сенген жоқ, жабылып қалады, өспейді деді, оның бәрі өтірік деді. Сенген адамдар биткоинді алды. Кезінде биткоин $1 болған жоқ. Мысалға, $1 биткоин алған адамдар болса 2009 жылы. 2009 жылы шықты ол алғашқы криптовалюта, биткоин. Қазіргі уақытта бір биткоиннің одан $90,000 асып кетті. Демек, кезінде $1 алған адамдар миллионер деген сөз. Өйткені $1 $90,000 өсіп кетті деген сөз ғой. Тура сол сияқты, Матикта сол сияқты криптовалютаның түрі.
Жалпы бұндай криптовалютаның түрі көп, 27 мыңнан астам түрі бар жалпы. Соның ішінде топ 30-35-тің ішіне кіреді. Және барлық биржада бар. Бұл жобаға дейін бар валюта бұл. Қарасаңыздар болады. Binance, Bybit, OKX деген биржалардың барлығында бар. Доступны. Сол үшін де жаңағы Қанишат мырза криптовалютаның ішінен осы матикті таңдап, және халыққа сізбенен бізге осы маркетинг планды жасап берді. Біздің басқа криптовалютадан артықшылығымыз, басқа криптовалютада маркетинг план жоқ, тек қана аласың, күтесің. Мысалы биткойнның тиын алып қойып күтіп отырасыз, ол қашан көтеріледі деп. Мүмкін ол көтерілмейді. Көтерілген жағдайда ол қанша жылда көтеріледі білмейсіз. Ал оған дейін сіздің ішіп жейтін күнделікті тамағыңыз, анау мынауыңыз ақша керек қой, қосымша табыс керек дегендей. Сол үшін де біздің артықшылығымыз, бұл жерде маркетинг план бар, ол жерде маркетинг план жоқ. Демек, осы жобада біз матик өссе де түссе де біз пайда көреміз. Өссе әрине бізге жақсы, табысымыз көтеріледі 5 есе 10 есеге. Бір жағынан пакеттің бағасы қымбаттайды. Түссе халықтың кіруіне ыңғайлы, пакет арзанда болады. Яғни бізге ол влиять етпейді. Бір жақсы жері. Яғни біздің мына жобаның артықшылығы маркетинг план бар. Кереметтілігі. Басқа криптовалютадан артықшылығы. Матик бұл децентрализация, яғни ешқандай неге бағынбайды. Мына жерде жазылып тұр, оқып көріп алсаңыз болады. Енді осы жобаға кіргеннен кейін сізбенен бізге қандай мүмкіндікті ұсынып тұр? Ең қызығы, бұл табыстар қайталанып қайта түседі, снова и снова. Яғни маркетинг планға берілген табыстың барлығы қайталанып түседі. Басқа проектілерден бір артықшылығымыз сол. Енді біз пакет алғаннан кейін бізге не береді екен? Пакетті алып осы жобаға кіргеннен кейін бізге бұл жоба қысқа айтқан кезде 6 түрлі табыс көзін береді. Негізі табыс көзі көп. 7-ші табыс көзі бар, матиктің өскен курсынан пайда көру. Бұл жерде қысқартылып айтылған 3 түрлі пассивный табыс көзі, 3 түрлі активный белсенді табыс көзі. Кіргеннен кейін активный айналыссаңыз да болады, немесе пассивті отырсаңыз да болады. Оны өзіңіз білесіз. Бұл жерде міндеттеме жоқ. Кір, адам шақыр, адам кіргіз деген міндеттеме жоқ. Бірақ команда құрып, елдерге осы маркетинг планды түсіндіріп, ақпарат беретін болсаңыз, бұл жоба бізге ақша төлейді. Көрдіңіз бе? Соны түсіну керек. Бұл қандай табыс көзі? Алғашқы табыс көзі, пассивный табыстың көзі осы. Біздің басқа жобалардан артықшылығымыз, бұл жердегі пассивный табыс басқаша ойлап қалмаңыздар. Алғашқы табыс көзі, сіз кіріп пакетті алғаннан кейін сіздің астыңызға 30 адам тіркеледі, санаулы күннің ішінде. Мүмкін санаулы сағаттар кіріп қалады, мүмкін санаулы күн, нақты ол айта алмаймыз. Әйтеуір 30 адам беріледі. Сол 30 адамдар кіріп атқан кезде әрқайсының алып атқан пакетінен 1% төлейді, сразу төлей бастайды, өзіңіз көре бастайсыз. Және сол 30 адамның әрқайсының шығарған сумасынан 1% төлейді. Оған шектеу жоқ. Бірақ мына жерде жазылып тұр, ол 30 адамға байланысты. 30 адамның әрекетіне байланысты. Біреу мысалға күн сайын ақша шығаруы мүмкін. Біреу 10 күнде бір шығаруы мүмкін. Біреу апта сайын шығаруы мүмкін. Кім қай уақытта кабинетінен ақша шығарса да, соның шығарған сумасынан 1% төлейді. Бірақ басында копейка болуы мүмкін. Бірақ постепенно жайлап алдағы уақытта ол көбейе бастайды. Бұл 30 адамды бізге не үшін берді? Себебі біз осы жобаға сеніп пакетті алғаннан кейін бізге бұл жоба 24/7 жұмыс жасайтын аккаунтты береді. Табысақ білетін 24-те жұмыс жасайды ол аккаунт. Және сол үшін бізге сыйлық ретінде 30 адамды бізге сыйлыққа береді. 30 команданы тіркеп береді. Ең қызығы, ол 30 адамды сіз де танымайсыз, мен де танымаймын. Және бұл әлемдік жоба. Жан-жақтан кіріп атқан адамдар, кәдімгі адамдар олар. Сізбенен біз сияқты. Демек, бұл жерде бір үміт бар деген сөз. Қандай үміт? Ол 30 адамның барлығы пассивный табыста отырмайды ғой. Мысалға, менде 30 адам ішінде мен де бармын. Мен пассивный табысты көздеп келген жоқпын. Мен активный табысты көздедім. Себебі мен білем, ақшаның тез ақша ол активный табыстың ішінде. Көрдіңіз бе? Бұл енді бізге беріліп жатқан сыйлық, бұған қатты мән беріп, акцент қоюдың қажеті жоқ. Бұл біз пакет алғаннан кейін бізге беретін 30 адам, осы жобаның система бойынша беретіні. Ол бір. Екіншіден, 30 адам қалай түседі? Бұрын соңды бұндай маркетингті сіз тыңдаған жоқсыз, мен де тыңдаған жоқпын. Мен осы жобаға келіп, тыңдап, түсініп,
өзім таң қалдым, керемет, енді айтарға сөзім жоқ. 30 адам қалай түседі? Ол кабинетте де көрініп тұрады. Мысалы, сіз 200-ші болып пакет алған болсаңыз, 200-ші болып. Демек, сізден кейінгі, мына 200-ден кейінгі 30 адам сіздің астыңызға түседі деген сөз. Система солай құралған. Ол 30 адам кабинетіңізде бөлек көрініп тұрады кәдімгідей. Ең қызығы. Бірақ ол 30 адам сізді танымайсыз, мен де танымаймын. Және бұл жерге біздің тағы бір артықшылығымыз бұл жобаның. Бұл жерге данный керек емес ешқандай. Телефон номер, аты жөніңіз, электронный почта, удостоверение деген ештеңе керек емес. Бұл жерде сондай система. Бұл айтқан кезде сандармен, сондай нелермен көрінеді. 30 адам осылай түседі. Әрі қарай. Екінші активный табыстың көзі, яғни пассивный табыстың көзі. Бұл жерде маркетинг план 4-4. Бір жағынан матрицаға ұқсайды, бірақ матрица емес, матрицамен шатастырудың қажеті жоқ. Ұқсайтын жағы енді мына жерде көрініп тұр. Бірінші линияға 4 адам ғана сияды, екінші линияға 16 адам сияды. Яғни екінші пассивный табыстың көзі қалай? Мысалы, мен келдім де 4 адамды кіргізіп қойдым. Мысалы, жоғарысында мен тұрмын, спонсор болып тұрмын, иә? Мына 4 адам бірақ жұмыс жасамауы мүмкін. Просто отыруы мүмкін қарап. Енді мен 4 адамды кіргізбеймін ғой, мен 10 адам, мүмкін мен 50 адам кіргізетін шығармын. Өзім сілтемеммен. Демек, мен 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8-ші адамды кіргізе бастаған кезде, ол адамдар. Демек, мына 4 адамның астына менің екінші линияма түседі деген сөз. Екінші линияма түседі перелікпен. Бірақ ана үстіндегі 4 адам, мына 4 адам кабинетінен көрінеді. Олар кіріп қалса, астында адамдар тұр. Бірақ ол адам кіргізген жоқ. Бірақ ол таң қалады. Қалай мен адам кіргізбедім, астында осындай 4 адам, 16 адам тұр ғой деген сияқты. Себебі ол жоғары жақтан келіп жатыр. Себебі спонсордың астында 4 орны бос емес. Ал астында адамның орны бос. Көрдіңіз бе? Бірақ ол астына түскенмен, мына 4 адамға да пайдасы бар, ол 4 адамға да ақша түседі деген сөз. Ол адам шақырмаса да. Ол қалай? Мен келдім, 4 адам кіргіздім, оған қарап отырған жоқпын мен. Менің адамдарым кіргізіп жатырмын, бүйтіп астына екінші линияға түсті. Демек, мына 4-еуіне де ақша түсіп жатыр деген сөз. Демек, мына екінші линияда тұрған 16 адам ішінде мысалға, олар да активный адам болуы мүмкін мысалға, біреу болсын, екеуі болсын. Олар өздерінің адам шақырса, олар үшінші линия болады маған. Оларға мына 4 адамға екінші линия болады. Демек, оларға да кім қай линияда тұр, соның проценті мыналарға да түседі деген сөз. Сонда мен таң қалғаным, маған қызық нәрсе, мыналарға да қызық ол. Оның астына адамдар түсіп жатыр, бір адам түсті мысалға, бір адам өзінің адамдарын шақырып кеткен кезде, демек, мына адамдарынан да осынша процент алып отырады деген сөз, мыналар адам шақырмаса да. Егер оның шақырған үстіндегі спонсор жұмыс жасап жатса, осылай түседі деген сөз. Бірақ бұл жерде бір шарт бар. Бұл 4 адам мына 20 линияның табысын алу үшін, мынаның барлығын көтерсе 20 линия негізі. Міне 20 линия. Міне 20 линияға табыс алу үшін бұл 4-еуі лишний өзіне 15 лишник тіркеу керек. Оны бір күнде тіркесе болады, айына бір адам тіркесе болады, өзі біледі қай уақытта тіркесе, ол жағын не жоқ. Мысалы, бір адам тіркесе, олар 3 линияға дейін мына адамдардан ақша ала алады деген сөз. Тағы бір адам тіркесе, 2 адам болса, 4-ші линияның есігі ашық болады деген сөз. Екінші пассивный табыстың көзі осы. Бұл енді жоғарыда спонсорына байланысты бір жағынан. Әрі қарай үшінші пассивный табыстың көзі қандай? СП деген спонсор. Байқасаңыз, мына жердегі маркетинг планға беріліп жатқан табыс көзі басқа проектіде жоқ. Ешқандай жоқ, бұл айтқан кезде. Конкурент жоқ деген сөз. Маған тағы бір қатты ұнағаны, ол барлығына ұнап жатыр. Демек, біз спонсордың шығарған сумасынан біз пайда көреміз. Біз ақша алады екенбіз. Қалай аламыз? Мысалы, мынау мен дейін. Мен астыма 4 адамды кіргізіп қойдым. Иә? Мысалы, кіргізіп қойдым. Менің кабинетімде 100 матик тұр. 100 матик. Мысалы, $100 дейікші, мысалы. Пример. Мен кабинетімнен ақшаны $100 шығарамын ғой, мен өзім үшін шығарамын. Демек, мен шығарған сумамнан мына 4 адамға 2,5%-тен 10%-ті мен бөлісіп отырады екенмін. Мен кабинетінен ақша шығарған сайын, осы 4 адамға мен шығарған сумамнан бөлісіп отырамын. 2,5%-тен 10%. Бұл 4 адам істеп отқан адам да болуы мүмкін, істемей ұйықтап отқан адам болуы мүмкін, разница жоқ. Яғни мен астыма алғаш кірген 4 адам, 4 ID аккаунт. Мен солай бөлсем. Демек, маған қатты ұнағаны, демек,
бұл жерде взаимно связано қылып істеп қойған. Яғни менде мына төртеуіне интерес бар. Қандай интерес? Қызығушылық бар. Менің ойым, менің мақсатым, менің тілегім осы төрт адамды оянып, ұйқысынан тұрып, бұларда команда құрып жұмыс жасаса екен деп тілеймін. Бұларда төртеуі де әрқайсысы күн сайын миллион тапса екен деп тілеймін. Күн сайын миллион шығарса екен деп тілеймін. Неге? Өйткені олар жұмыс жасап, олар күн сайын миллион тауып, олар көтерілген сайын маған қомақты ақшалар түседі деген сөз. Қомақты ақшалар. Көрдіңіз бе? Бір ма? Ал енді мына төртеуінде де интерес бар спонсорына. Төртеуінде де. Бұл төртеуі де тілейді іштерінен. Осы спонсорым, мені шақырған спонсорым бай болса екен, миллионер болса екен, күн сайын жоқ дегенде миллион теңге шығарса екен деп тілейді. Неге? Өйткені ол күн сайын ақша шығарған сайын мына төртеуіне шығарған сумасынан 2,5%-тен 10%-ін бөлісіп отырады деген сөз. Көрдіңіз бе? Осындай системаны қандай проектіден көрдіңіз? Мен өз басым әлі көрген жоқпын. Мен таң қалдым. Демек, бұл жерде маған ұнаған нәрсе, маркетинг планға берілген 100% ақша 100% ақша халыққа түсіп жатыр, яғни өзіміз алып жатырмыз. Демек, бұл жобаның өзінің қалтасы жоқ деген сөз. Көрдіңіз бе? Сол үшін де бұл жоба 2,5 жылдай уақыт жұмыс жасап келе жатыр. Көрдіңіз бе? Бұл жобаның жабылмай осы уақытқа дейін жұмыс жасап келе жатқанның себебі сол. Көрдіңіз бе? Маркетингке берілген 100% ақша өзімізге беріліп жатыр. Яғни халық өздері алып жатыр деген сөз. Жай ғана маркетинг жасап қойды бізге. Міне, бірімізге взаимно связано. Мына жерде жазылып тұр. Демек, спонсордың да шығарған сумасынан табыс аламыз деген сөз. Бұл үшінші пассивный табыстың көзі деп айтамыз. Мен сізге үш түрлі пассивный табыстың көзін айттым. Бірақ бұл үш түрлі пассивный табыстың көзіне мән беріп, сол үшін кірудің де қажеті жоқ. Әрине кірсеңіз ол аласыз, алмайды емес. Әрі қарай маған қатты ұнаған нәрсе, мен бұл жобаға кірген себебім, бұл итакта берілетін нәрсе. Сіз пакет алып жатқаннан кейін сыйлық ретінде мен маркетинг планға келген әріптеспін өзім, активный, белсенді адаммын өзім. Міне, мына жерде жазылып тұр, мен 6 түрлі табыстың көзін барлығын жік ретімен айтып келе жатырмын. Енді бұл жоба айтады, бұл жоба бізге айтады. Матик баскет жобасы. Сіз дейді, пакетті алдыңыз дейді. Пакетті алғаннан кейін дейді. Сіз дейді, пакетті алғаннан кейін мына 6 түрлі табыстың көзін сізге ұсындым дейді. Біріншіден. Және сізге 30 адамды бердім дейді жан-жақтан. Сіз пакетті алдыңыз. Кабинетіңізді бердім дейді, жаңа 24/7 жұмыс жасайтын. Және стратегиямен мынандай перелеппен келетін табысты да берем дейді, жайлап, оны да беріп жатыр. Әрғай спонсордың шығарған сумасынан да аласын дейді. Енді дейді, сіз оған қарамай дейді, мына үшеуіне де қарамай, үш түрлі табыс көзіне қарамай дейді. Егер сіз белсенді команда құрып активно жұмыс жасайтын болсаңыз дейді, яғни адамдарды осы жерге кіргізетін болсаңыз дейді, яғни осы менің беріп тұрған ақпаратымды қасыңыздағы адамдарға, айналаңыздағы адамдарға айтып, реклама жасап, осы жобаға кіргізетін болсаңыз дейді, мен сізге одан да бөлек мен сізге табыс көзін берем дейді. Ақыры сіз пакет алып тұрсыз ғой дейді. Ақшаңызды салып пакетіңізді алдыңыз, кабинетіңіз бар ғой дейді. 30 адамыңыз берілді, спонсордың табысын да аласыз жайлап, перелевіңіз бар. Егер сіз қосымша айналыссаңыз дейді, команда құрып, онда мына 6 түрлі табыстың көзін мен сізге берем дейді. Мен осы маркетинг план үшін келген жігіт, маркетинг план қатты ұнады маған. Ең қызығы, бұл жобадағы табыстар қайта түседі. Бір рет түспейді, бір жақсы жері қайталанып түседі, біздің басқа проектілерден артықшылығымыз. Енді сіз дейді, адам шақырып, адамдарды кіргізетін болсаңыз дейді, сізге қандай пайда бар дейді. Жаңағыдан бөлек ол. Тез көтерілудің жолы осы жерде. Нағыз майлы табыстар осы жақта. Егер сіз кіріп, айналаңызда бір адамға айттыңыз дейді, ақпаратты бердіңіз, түсіндірдіңіз, ол да қызықты, ол да кірем дейді. Ол да сіз сияқты кіріп пакетті алған кезде оған да 30 адам беріледі, жаңағы табысты алады, және сол адамды кіргізгенің үшін дейді, мен сізге алғашқы активный табысты төлеймін дейді. Ол 10% реферальный бонус. Бұндай бонус енді барлық проектіде бар. Басқа проектілердің біздің артықшылығымыз, ол жерде бір рет төлейді, адамды кіргізгені үшін бір рет. Ал бұл жерде қайта төлейді, бір жақсы жері. Енді қараңыз, сіз бір адамды кіргіздіңіз, ол адам мысалы 100 матикпен или мысалы $100 кірді дейік. Енді сіз ақпарат бердіңіз, қызықтырдыңыз, ол қызықты ғой. Жарайды, кірейін дейді, мен де салайын дейді, ақша салып көрейін дейді. Ол кірді, сіздің референс ссылкаңызбен сізге 10% түсті, 10 матик. $10 дейікші, мысалы, пример. Ал бұны не үшін төледі? Себебі сіз
бұған дейін еңбек еттіңіз ғой, мына адамға түсіндірдіңіз ғой сіз, мына адамға түсіндірдіңіз полный, мына адамға ақпаратты бердіңіз, осы жоба жайлы түсіндірдіңіз, уақытыңызды бөлдіңіз, сұрақтарына жауап бердіңіз, кошелек ашуды үйреттіңіз, бәрін көрсеттіңіз. Сіздің де еңбегіңіз бар ғой сөйлеп түсіндірген, уақытыңызды бөлдіңіз. Содан кейін бұл жарайды, рахмет, түсіндірдіңіз, мен кірем дейді. Кірді, пакетін алды, сізге 10% төледі. Сіздің еңбегіңіз ақталды деген сөз. Демек бұл жерде әр еңбегіңізге табыс төленеді деген сөз. Сіз ақпарат беріп түсіндіргеніңіз үшін. Бұл да бір кәдімгідей жұмыс. Бұл адамға түсіндірудің өзі оңай нәрсе емес, бір жағынан. Еңбек, бұл айтқан кезде бұл да. Бұл просто так тіркелген жоқ қой. Сіз ақпаратты беріп түсіндіріп, сұрағына жауап беріп, бәрін көрсетіп, үйреткеннен кейін барып кірді ғой. Сізге 10%-ін берді. Енді дейді, сол адам кірді, 10%-ін алып алдыңыз. $10, иә? Енді ол адам кейін пакетін көтеруі мүмкін 200 матикке реинвест жасап. Пакетін көтерсе, сізге тағы да 10% түседі. Ол адам өзінің кабинетін вывод жасайды өзі үшін. Ақшасын шығарған сайын сізге тағы да 10%. Яғни өзіңіздің референслігіңізбен тіркеген адамдардан 10% тағы да біз алып отырады екенбіз. Снова и снова. Басқа проектілерден біздің артықшылығымыз осы. Басқа проектілерді бір-ақ рет төлейді, бізде қайта-қайта бір жақсы жері. Демек, сіз өзіңіздің референслігіңізбен 100 адам тіркейтін шығарсыз, мен білмеймін ғой. Қанша адам тіркейсіз, сонша адамның іс-әрекетінен шығарған сумасынан 10% алып отырады екенбіз. Ең қызығы. Керемет пе? Әрине керемет. Бұл алғашқы активный табыстың бір көзі. Әрі қарай екінші, үшінші активный табыс, белсенді табыс қай жерде? Мынау жерде маркетинг планды қарасаңыз, 20 линияға дейін табыс берем дейді. Жаңағыдай команда құрып айналыссаңыз дейді. Нағыз майлы табыс, нағыз қомақты табыс осы жерде. Мынау 20 линияға беретін табысы, мынау бізге беретін маркетинг планға беретін процент. Бұл проценттің барлығын қоссаңыз, 60% маркетингке беріп тұр. 60%. Жаңағы проценттен бөлек 10% реферальный бонус, 30 адаммен беретін 30%, спонсорға беретіні бар. Оны қоспағанда 60% маркетингке беріп тұр. Мынау адам саны. Мынандай жер бетінде адам саны жоқ. Мына маркетингте. Мынау бізге берілген шарт, бір ғана шарт. Оны түсіндірем. Екінші, үшінші активный табыс қандай? Ол, мысалы, мен келдім, 4 адамды кіргізіп қойдым, болды. Ол 4 адам істеуі де мүмкін, істемеуі де мүмкін. Ол адамдар сіз білмейсіз, ішіне кіріп шыққан жоқ, істеп кетуі де мүмкін. Мысалы, мен жоғарысында тұрып, мысалға мен адамды шақырып жатырмын. Жаңа айттым жоғарыда 5-ші, 6-ші, 7-ші адамды шақыра бастаймын. Ол екінші линияға түседі. Мен олардан 3% аламын. Немесе мына 4 адамды шақырдым, ол 4 адам өзінің адамдарын шақыруы мүмкін. Оның шақырған адамдар менің екінші линияма түседі деген сөз. Мысалы, мен 4 адамды кіргізіп қойдым, оның біреуі бір адам шақырды өзінің астынан, бір адамды кіргізді. Ол менің екінші линияма түседі, сразу 3% түседі одан. Оның шақырған адамнан. Ол өзінің процентін алады. Оның адамынан. Оның адамды адам шақыруы мүмкін. Оның адамы маған 3-ші линияға түседі. Оған 2-ші линияға түседі. Ол 2-ші линияның табысын алады. 3%, мен 3% 3-ші линияның табысын аламын. Керемет қой. Яғни, мына адамдардың бірінің астына бірін түсе бастаған кезде, мына линияға түсіп атқан кезде, біз мына проценттің бәрін алып отырады екенбіз. Алады екенбіз. Көрдіңіз бе? Екінші активный табыстың көзі осы. Үшінші активный табыс қандай? Мына адамдар барлығы пакет алды, орындарына жайғасты, әрқайсысы әр линияға түсті, әрқайсысы. Енді бұлар қарап өтпей кабинеттеріне ақша шығарады, вывод жасайды, пакеттерін көтереді, мысалға, бұларды мен танымаймын, мысалға. Мысалға 6-ші линияда осынша адам сияды, 4096 адам сияды екен. Мысалы, сіздің 6-ші линияңыз 10 адам тұр дейік, 10 адам тұр дейік. Ол кабинетте көрініп тұрады. Ол 10 адамның әрқайсысының шығарған сумасынан мен тағы да 5% алып отырады екен. Рахат па? Рахат. Немесе 9-ші линияңызда 5 адам тұруы мүмкін кабинетіңізде, 5 адам. 9-ші линияда 8% төлейді. Мына жерде 5 адам тұратын болса, 9-ші линияда 5 адам тұрған болса, 5 адамның әрқайсысының шығарған сумасынан, іс-қимылынан 8% тағы алып отырады екен. Демек, маған қатты ұнаған нәрсе. Мен жақсылап уақытымды бөліп, 1 ай болсын, 2 ай болсын, жоқ деген 1 жыл уақытымды бөліп, осы фокусты осы жобаға бөліп, маркетингпен айналысып, команда құрып тастайтын болсам, мына құрған команда маған табыс алып келіп отырады екен да. Яғни пассивный табысты өзіміз жасай аламыз да.
Мен команда құрып тастадым, команда кетті, мен 4 адам шақырдым, 4 адам өзінің адамдарын шақырып кетті, иә. Ал 4 адам шақырғанның өзінде мына бір адамның өзі мына адамның бәрін шақыруы мүмкін. Мына адамның барлығын біз шақырмаймыз. Ойлап қалмасын, мынаның бәрін мен шақырамын ба деп. Жоқ, олай емес. Мына 4 адам шақырдыңыз, 4 адамның біреуі жұмыс істеп кетуі мүмкін. Мысалға, біреуі жұмыс істесе, ол оның адамдар сіздің екінші линияға түседі. Екінші линияға түскен адамдардың шақырған адамдар сіздің үшінші линияға түседі. Үшінші линияға түскен адамдардың адамдары сіздің төртінші линияға түседі. Сөйтіп сіз мына деңгейдегі ақшаның барлығын аламыз, процент. Мына 20 линияға дейін осылай түседі ғой. Демек, бір адамның да шақырған адамдарынан мына 20-шы линиясына дейін біз барлық табысты алып отырады екенбіз. Бірақ бұл жоба айтады бізге, бірақ бір шарт қана қойып тұр. Егер дейді, сіз мына 20 линияға дейін табысты алғыңыз келсе дейді, мына 60%-ің бәрін алғыңыз келсе дейді, бір ғана шарт бар, ол мына жерде тұр. Условия деп тұр ғой, бұл шарт. Басқа жобалар шарт өте көп, бізде шарт біреу-ақ. Мына жаңа 20 линияның табысын барлығын алғыңыз келсе дейді, өзіңізге личный референслігіңізбен 15 адам тірке дейді. Оны бір күнде тіркейсіз ба, айында бір адам тіркейсіз ба, оны өзіңіз білесіз. Оған лимит жоқ, шарт жоқ. Әйтеуір самый главный осы 15 личникті қойсаңыз болды. Бітті. Соны қойдыңыз ба, сізге 20 линияның есігі, мына проценттің барлығы сізге ашық деген сөз. Демек, мыналардың барлығынан ақша аласың деген сөз. Көрдіңіз ба? Мысалы, сіз келдіңіз, бір адам тіркелді ме? Онда сіз 3 линияға дейін мына адамдардан ақша ала аласың деген сөз. Осынша процент каждый линиядан. Мысалы, бірінші линия 2% ба, бірінші линия 4 адам ба, 4 адамның әрқайсысының шығарған сумасынан іс-қимылынан 2% аласыз. Көрдіңіз ба? Екінші линияда 16 адам ба, әрқайсысының шығарған сумасынан іс-қимылынан 3% аласыз. Көрдіңіз ба? Егер сіз екінші личник тіркейтін болсаңыз, мына 2 адам, міне, демек сізге 4 линияның есігі ашық деген сөз. Солай мынаның барлығын қосқан кезде 15 адам ғой, мынау барлығын қосқан кезде. Көрдіңіз ба? Міне. 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Егер сіз 13 личник тіркейтін болсаңыз, сіз 10 линияға дейін ақша ала аласыз деген сөз. Мына адамдардың барлығынан. Осынша процент. Осылай 20 личник кіргізіп қойған болсаңыз, 15 личник. Болды ғой, сіз 20 линияға дейін осынша адамдардан осынша процент аласың деген сөз. Яғни, маған қатты ұнаған нәрсе, сізге де ұнайды деп ойлаймын. Жақсылап команда құрып, еңбек етіп, адамдарға ақпаратты беріп, осы жоба жайлы түсіндіріп, әрекет жасайтын болсаңыз, 1 жыл әрекетсе 6 ай жақсылап тұрып, фокусты бөліп тұрып, сіздің құрған командаңыз, сіздің еткен еңбегіңіз сізге мына табыстарды сізге әкеліп отырады деген сөз. Мына адамдарды өздерінің табыстарын табады, таппайды емес, табады. Маркетинг план осындай. Қысқа айтатын болсам. Енді тіркелу пакеттері қандай? Тіркелу пакеттері мына жерде мысалға 50 матик, 100 матик, 200, 500, 2500 және 5000 матик. Ең үлкен пакет 5000 матик. Кіру құны, яғни кіру құны пакеттері осындай. Неге матикпен айтып жатырмын, неге теңгемен айтпай жатырмын? Себебі матикпен саламыз ақшаны, матикпен шығарамыз. Матик деген ол өзгеріп тұратын доллар сияқты, биткоин сияқты ақша ғой. Біресе түседі, біресе көтеріледі. Қазір көтеріліп жатыр мысалға, кәдімгідей. Енді қараңыз, бұл пакеттің бір-бірінен артықшылығы, айырмашылығы қандай? Артықшылығы, айырмашылығы біреу-ақ. Ол мына жерде жазылып тұр. Пакеттің бір-бірінен айырмашылығы қандай? Ол кабинеттен ақша шығаратын кезде ғана пайыздар әртүрлі. Сіз кабинетіңізден ақша шығаратын кезде ол қандай? Мысалы, сіздің пакетіңіз 50 матик болатын болса, 100 матикке жетпейтін болса, сіз кабинетіңізден ақша шығаратын кезде, мысалы, кабинетіңіз 100 матик тұр дейік, 100 матик, $100 мысалы, тұр дейік. Сіз осы суманы шығаратын болсаңыз, сіз $100 100% шығармайсыз. Бұл ақша 2-ге бөлінеді. Бізде басқаша. Сіздің пакетіңіз 50 матик болатын болса, 100 матикке жетпейтін болса, демек сіздің $100 қалай шығарасыз? Оның 60%, мына 60%. 60%. Былай істейінші. Оның 60%, мына $100 ма? Мысалы, 60%, $60 дейік. $60 ол сіздің пакеттің өсуіне кетеді. Демек, мына 50 матиктің үстіне қосылады деген сөз. Пакетіңіз сонда 110-ға өседі пакетіңіз. 110 матикке. Ал 40%, $40 дейік. Ол сіздің кошелекке түсетін сіздің пайдаңыз. Бірақ бұл жерден өзінің ұстайтын комиссиясы бар, 6%.
транзакцияға ұстайды. Сіздің кошелекке түсетін пайдаңыз, бұл жаққа түскен пайдаңызды кез келген уақытта через биржа арқылы Каспий голдыңызға, народныйыңызға аударып алсаңыз болады. Немесе кошелегіңізді сақтап тұра берсеңіз де болады. Матик өссе, ақшаңыз да өседі. Міне 60% $60 мысалға 50 матиктің үстіне қосылды ма, сіздің пакетің 100-ге көтерілді деген сөз. Яғни бұл жердегі ақша мына сол жақта тұрған ақша, мына сол жақта тұрған ақша мына. Бұл екі жұмыс атқарады, екі жұмыс. Мысалы сіз $100 шығарып жатсыз, 60% $60 пакеттің өсуіне кетті бір жағынан бұл $60 маркетингке, қауымдастыққа, адамдарға бөлініп кетті. Демек сіз өзіңізбен бірге халыққа да өз ақшаңыздан бөлісіп жатырсың деген сөз. $60-дың 60% 20 линияға кетеді, 30% 30 адамға бөлінеді, 10% спонсорға кетеді. Байқасаңыз, бұл жобаға ешқандай процент сумма ақша кетіп тұрған жоқ. Яғни бұл жобаның қалтасы жоқ. Бұл жобаға жабылып қалу түкке қызық емес, бұл айтқан кезде. Ақшаның барлығы бізге беріп жатыр. Мына жақтағы проценттің барлығы екі жұмыс жасайды бір жақ жері. Енді пакетіңіз 110-ға өсті, 100-ге өсті. Міне пакетіңіз 100-ге өсті ма, кабинетіңізде $100 тұр дейік, $100. Ол кезде 50-50%-пен шығарасыз. Мысалы $100-ды 50%-і $50 дейік. $50 мына $100-ның үстіне қосылады, пакетіңіз өседі, 150 болады. Және $50 жаңа маркетингке бөлініп кетеді ақша. 20 линияға бөлінеді. Және 30% 30 адамға, 10% спонсорға бөлініп кетеді. 50% 50 матик. Ол сіздің кошелекке түсетін сіздің пайдаңыз. Көрдіңіз бе? Пакет осылай көтеріледі. Бұл авто реинвест. Сіз кабинетіңізден ақша шығарған сайын кабинетіңізде пакетіңіз автомат түрде өсіп отырады бір жағынан өсіп отырады, бір жағынан халыққа ақшаңызды бөлісіп отырасыз. Ақша шығарған сайын ақшаңызды халықпен бөлісіп отырасыз, және пакетіңіз өсіп отырады. Пакетіңіз өскен сайын сіздің алатын процентіңізді жоғарылай береді. Ең қызығы осы жер. Міне, пакетті және екінші түрі бар. Пакетті ручной реинвестпен пакетіңізді көтерсеңіз де болады. Мысалы, сіздің пакетіңіз 50 матик болатын болса, пакетіңізді 200-ге көтергіңіз келсе, үстіне жетпеген матикті сатып аласыз да, кабинетте бар, ручной реинвестпен пакетіңізді көтере қоясыз. Пакетіңізді осы процентке пакетті көтерген кезде автомат түрде кабинетіңізде процент өзгереді, автомат түрде өзгереді. Осылай. Көрдіңіз бе? Неғұрлым пакетті көтеріп алған дұрыс. Басында кіріп атқан болсаңыз, сразу пакетті көтеріп алған дұрыс, пакетіңіз үлкен болған жақсы. Мысалы, менің пакеттерім 500-ден жоғары. Пакетіңіз 500 болса, кабинеттен ақша шығаратын кезде 70%-пен пайда шығарасыз. 70% сіздің пайдаңыз. Ойлаңызшы. Мысалы, сіздің пакетіңіз 500 ба? Міне, кабинетіңізден 100 матик шығарайын деп жатсыз, мысалы $100 дейікші. Оның 30% 500 матиктің үстіне қосылады, пакетіңіз өседі. Екіншіден ол 30% халыққа бөлініп кетеді, маркетингке. Көрдіңіз бе? Сіз өзіңізбен бірге халыққа да ақшаңыздан бөлісіп жатсыз. Мен бұндай жобаны көрген жоқпын, шыны керек. Кәдімгі берекелі бизнес қой. Бұны қалай матрица, қалай лохотрон, қалай матрица деп айтамыз. Егер мына ақшаны халыққа беріп, халыққа таратып отырсақ, өзіміздің шығарған шумамыздан халыққа бөлісіп отырсақ, қалай пирамида, қалай лохотрон деп айтамыз. Сондай схеманы мен көріп тұрған жоқпын мына жерден. Мысалы, бізге беріп жатыр бұл жоба, наоборот. Халықтың өзі ақшасын шығарсын, өздері ақшасын бөлсін деп бізге беріп жатыр. Керемет. 70% $70 сіздің пайдаңыз. Оны через биржа арқылы Каспийге, народныйға шығара берсеңіз болады, проблема жоқ о жағынан. Немесе кошелегіңізде сақтасаңыз да болады, Каспийде сақтағандай. Матик өссе, ақшаңыз да өседі. Немесе әріптестерге сатып жіберіп алып шығарсаңыз да болады. Ақшаны шығару жағынан ешқандай проблема жоқ, ол жағынан уайымдамасаңыз да болады. Пакетіңіз 2,5 өскен кезде 80%-пен біз шығарамыз ақшаны, 20% халыққа бөлсеміз, пакеттің өсуіне. Ең үлкен пакет мына жерде 5000 матик пакет өссе, біздің тілмен айтқанда осы жобаның акционер деп айтамыз. Неге? Өйткені осыған жеткен кезде, кабинеттен ақша шығарған кезде 90%-пен шығарамыз ақшаны. 90%-пен. Ойлашы, 90%-пен. Қандай жобадан көрдіңіз 90%-ті халыққа берген? Мен ешқандай жобадан көрген жоқпын. Мысалы, басқа проектлерде, мысалға қарап отырсаңыз, маркетингке бөлінген процентті қалай бөлінетінін қарасаңыз, жоқ дегенде 80-60% компания алады. 20-40% ғана
осылай команда құрып жатқан әріптестерге береді. Сонда халық компанияны байытады да өзі байымайды. Содан кейін халық не дейді? Ой, сетевойда істедім, үйттім, бүйттім, пәлен жыл істедім, ешқандай ақша тапқан жоқпын. Оның бәрі өтірік дейді. Себебі маркетингті қарасаңыз, сол проектіде маркетингке берілген ақшаның көзі өте аз, проценті өте аз. Соған мән беру керек. Әрине адамның өзіне де байланысты. Кейбір адамдар компанияға кіреді да команда құрмайды, тек тауарын алып сатумен айналысады. Кім тауар алып сатумен айналысады, тек қана ол күнделікті табатын табады, былай көтерілмейді ол. Системамен айналысу, система. Команда деген ол система. Міне, пакет осыған жеткен кезде біз 90% вывод жасаймыз. Мысалға пакет 5000 болса, 5000-ға көтерілсе, жаңағыдай. Кабинетіңізде $1000 тұр дейік, 1000 ма дейік. Соның 10%-ін халыққа бөлсеміз, 90%-ін өзіміз аламыз. Керемет қой, мен мұндай маркетингті мен таң қалдым, бұндай маркетинг. Мен сөзбен айтып жеткізе алмаймын сіздерге. Осындай. Енді шарт, лимит қандай? Басқа проектлерде лимит көп, ақша шығару жағынан. Мысалы, басқа проектлерде айтады, бір күнде бір рет вывод жасайсың дейді. Немесе бір рет жасайсың, қалған выводты ертең жасайсың дейді. Немесе лимит қойып тастайды, бір күнде $100 артық шығара алмайсың дейді. Бір рет шығарасың $100, қалған сумманы ертең шығарасың деген сияқты. Немесе минимальный вывод $100, $200 болып қалады. Ал мына жобадағы лимит ақша шығаратын кезде кабинетіңізде 2 матиктен төмен болмау керек. 2 матик болды ма, шығара берсеңіз болады. Қазір 2 матик тұр ма, вывод жасайсыз, шығарып бересіз. 5 минуттан кірсеңіз тағы да 2 матик тұрса, шығара берсеңіз болады. Демек, күн сайын 500 рет, 1000 рет вывод жасағыңыз келе ме, сонша вывод жасасаңыз болды. Самый главный, мына 2 матиктен төмен болмаса болды. Көрдіңіз ба? Қайда жатыр әңгіме. Және бұл жерде айтатын нәрсе, транзакция ұстайтын комиссиясы бар. Міне, өзі жазылып тұр. Міне, 6% комиссиясы ұстайды. Сіз вывод жасаған сайын комиссия транзакция ұстайды. Мысалы, біз Каспийден басқа банкке, Народныйға, басқа банкқа аударатын болсақ, өзінің комиссиясын ұстайды ғой. Сол сияқты ғой, бұл жерде транзакцияға ұстайды. Бұл жоба ұстамайды, транзакцияға өзінің комиссиясын ұстайды. Болды. Басқа лимит жоқ бұл жерде. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Байқасаңыз, басқа проектлерде кабинеттен ақшаңды шығарма, керісінше ақша сал деп айтады. Біздің артықшылығымыз қандай? Басқа проекттерде байқасаңыз, ақшаңды шығарма, жина, тағы да ақша сал, пакет ал деп шығарғызбайды ақшаны. Бұл жерде бізде орысша түсінсеңіз, оқысаңыз болады. Бізде керісінше әріптестерге айтамыз. Кабинетіңізге кіріп, қарап отырыңыз, кабинетіңіз 2 матик жиналды ма, шығарыңыз деп айтамыз. Неге? Бұл әрқайсымыз 2 матик кабинетке жиналды ма, шығарсақ, әрқайсымыз бөлсеміз, қауымдастыққа ақшамызды бөлсеміз, шашамыз бұл айтқан кезде. Көрдіңіз бе? Яғни біз ақшаны қалай табамыз? Біз ақша адамдар кіріп атқаннан да пайда көреміз, және сол адамдар кабинетіне ақша шығарған кезде де пайда көреміз. Көбіне біз ақша шығарғаннан. Қаншама адам, ойлаңыз, күніне 100 адам кабинетінен вывод жасайтын болса, ойлаңыз, қаншама ақша бөлініп, маркетингке бөлініп жатыр, халыққа бөлініп жатыр, халықтар қаншама адам ақшасын бөлісіп жатыр. Керемет пе? Керемет. Кейбір адамдар айтады, ой, сіздерге адам кіргізген кезде жоғарыда адамдар ғана ақша табады ғой дейді, ақшаның барлығы жоғарыға кетіп қалады ғой дейді. Ол ақша жоғары кеткенмен, жоғарыға кеткен ақша қайттан төмен қарай түседі. Неге? Мен жаңа жоғарыда айттым, спонсордың да шығарған суммасынан бөлсеміз. Жоғарыдағы адамдардың барлығы ақша түсті ма, олар кабинеттен ақша шығара ма, каждый өзінің астында 4 адамға, 4 әріптестерге ақшасын бөлседі деген сөз. Көрдіңіз бе? Жоғарыға кеткен ақшаның бәрі төмен қарай түседі ғой, төмен қарай. 10%-тен ойлаңыз. Қалай жасалған? Бұл алгоритм, математикалық алгоритм. Енді түсінбеуіңіз мүмкін, мына вебинарға біз күнделікті вебинар жүргізіп жатырмыз, күнде кешке. Сол жерде күнде қатыссаңыз түсінетін боласыз осы жобаның құдіретін. Міне, осы жерде барлығы жазылып тұр, жаңа мен айтқан. Енді салыстырып көрейік. Біз енді салыстыру жағынан алдымызға жан салмаймыз. Салыстырғанда жақсы. Сіз бір проектті таңдаған кезде, сіз таңдаған проектінің минусы қаншалықты аз, қаншалықты көп. Егер сіз таңдаған проектінің минусы өте көп болса, онда оған жолаудың қажеті жоқ. Минусы шамалы аздау болған жақсы. Мысалы, мына жерде товарный проектімен осы жобаны біз салыстырмалы түрде көрсетілген. Ол қалай? Енді товарный компанияның мен жамандамаймын, товарына проблема жоқ. Әңгіме маркетинг планда. Проблеманың барлығы маркетинг планда. Себебі біз
қандай да бір проектіге кіретін кезде біз маркетинг планмен табыс табамыз ғой. Маркетинг план қаншалықты жеңіл, қаншалықты жирный, соған қарау керек. Ол қалай? Салыстырып көретін болсақ, товарный проектіде маркетинг план бар. Ол жақтан да табыс тауып көтеріліп жатқандары бар. Үй алып жатқан, машина алып жатқан, миллиондаған табысқа жетіп жатқан адамдар бар, жоқ емес. Және товарный компанияда товар бар. Біреуінде косметика болуы мүмкін, біреуінде бади болуы мүмкін. Әркімде әртүрлі, әйтеуір бір товар бар. Бірақ минустарын қарамайды екенбіз, байқамайды екенбіз минустарын. Көп адамдар товар бар дейді, ақшам салдым, товарымды алдым дейді, соған мәз, ақшам күйіп кеткен жоқ дейді. Әрине сіз ақша салдыңыз, товарын алдыңыз, ол товарды жоқ қылып жібердіңіз ғой. Бірақ сіз ол компанияға сіз ақша табу үшін келдіңіз ғой. Былай қарағанда. Көрдіңіз бе? Соған да мән беру керек. Енді қараңыз. Басқа проектіде байқасаңыз, көрсеңіз де болады. Ол жақта да статус бар, директор болсаң, жаңағы шетелге барасың дейді. Бірақ шарт қойып тастайды. 3 айдың ішінде директорды жабу керексіз, осынша деген сияқты. Шарт қойып тастайды. Терминация, кейбір компанияларда терминация бар. Терминация деген қандай? Сіз сол компанияға кірген кезде сіз басқа проектімен айналыса алмайсыз. Қосымша. Басқа проектімен айналысатын болсаңыз, оны білсе, мына жақтағы сіздің компанияңыз сізді компаниядан шығарып тастайды. Аккаунтыңызды жауып тастайды. Бірақ сіз ол жаққа сіз команда құрып тастағансыз. Астыңызда 1000 адам бар дейік ол жақта, 1000 адам. Сіз 1 жылда еңбек еткен шығарсыз. 1 жылда сіз ақтер көктеріп 1000 адамды құрдыңыз. Ал сіз басқа проектіні қосымша айналысып жүргеніңізді біліп қоятын болса, сіздің аккаунтыңыз жоқ деген сөз. Аккаунтыңыз жауып тастайды, және командаңыз жоқ деген сөз. Демек, компания сіздің 1 жылда, 2 жылда маңдай термен жасаған еңбегіңізді 1-ақ күнде жоқ қылып жібереді деген сөз. Еңбегіңіз далаға кетеді деген сөз. Терминация деген сол. Соған қатты мән беру керек. Қаншама адамдар шығады, мен байқаймын, терминация бар, анау мына біліп қоймасын дейді. Вот осы. Ол жақта перелип деген әңгіме жоқ, спонсордан табыс алмаймыз ол жақта. Ол жақта адам тіркемейді, өзіңіз тіркесін. Қоршаған орта қандай ол жақта? Қоршаған орта көбіне бади болатын болса, ол жақта денсаулыққа қатысты болатын болса, товары. Онда қоршаған ортаңыз кілең больнойлар, айналаңызға кілең больнойлар, ауруларды жинап аласыз, айтқан кезде. Қоршаған ортаңыз сондай болады. Сау адамды ауру боласыз, ауру адамды одан сайын ауру боласыз. Ал ол жақтың товары косметика басқа болатын болса, онда сіз сатушының жұмысын жасайсыз. Товарын сату керексіз, косметиканы сату керексіз деген сияқты. Ал бади болса, сіз врачтың жұмысын жасайсыз. Ол жақта врач боласыз. Ана товардың құрамын айтасыз, жаттап аласыз, соны сату керексіз. Косметика анау болса, тобыр соны жаттайсыз. Сол товарды сатасыз, айтқан кезде. Сіздің жұмыс сол. Продажа. Көп адамның сетевойда өспейтін себебі сатумен айналысып кетеді да, товарды сатумен. Товарды алады, сатады, үстінен пайда көргенге мәз. Бірақ күнде жұмыс, бұл айтқан ат зарплата, до зарплата күнде жұмыс істеп, тура сол сияқты, артықшылығы жоқ та. Бірақ ол жақта команда құрмайды көбісі. Ой, адам шақыра алмаймын, бүйтпеймін дейді. Сосын айтады, мен мына жақта 5 жыл бойы осы компанияның товарын саттым, түк пайдаға көтерілген жоқпын дейді. Өйткені ол команда құрған жоқ. Команда құрғанның бір жақсы жері ол система дейді команданы. Команда құрдыңыз ба жақсылап, 1 жыл уақытыңызды бөліп, құрған командаңыз сізге табыстар әкеліп отырады деген сөз. Яғни сіз жұмыс жасамасаңыз да. Ал егер сіз команда құрмай алып сатумен айналысатын болсаңыз, товарын алып сатумен айналысатын болсаңыз, онда сізге тек жұмыс істесе, товарын сатсаңыз ақша бар, товарын сатпасаңыз ақша жоқ деген сөз. Соған қатты мән беру керек қоршаған ортаға да. Кейбір компанияда бал жинайсың, ай сайын ақша салу, яғни активация. Бар ғой, активация ай сайын. Кейбір компанияда 50 000 теңге саласың ай сайын. Неге? Мына балың күйіп кетпеу үшін. Сол үшін ай сайын ақша саласыз. Ай сайын ақша салмасаңыз, балыңыз күйіп кетеді. Бал деген ол сіздің еңбегіңіз, былай айтқан кезде, сіздің командаңыз. Және сіздің астыңызға кірген адамдарда ай сайын ақша салу керек. Олар ақша салмаса, сізге ақша түспейді. Олар ақша салса, сізге ақша түседі. Соған да мән беріңіз. Сетке берілген 100% ақшаның 80%-ін, 60%-ін компания алып жатыр. 20%-ін адам шақырып команда құрып жатқандарға бөлісіп жатыр, жаңа жоғарыда айттым. Сол үшін де халық байымай жатыр. Халық керісінше компанияны байытып жатыр. Өзі байып жатқан жоқ. Байып жатқандар бар, 1000-ның бірі. Маркетингті қарасаңыз осындай. Және көп компанияларда сайттары, маркетинг планы, сайттар, яғни Google Chrome'да. Міне, сайт болғаннан кейін ол жақта контроллер бар, администратор бар. Демек, сайтты басқаратын адам бар деген сөз. Демек, сайтты тоқтатып тастау
адамның қолында деген сөз, біреудің қолында. Ана менеджерлері бар, основательдері бар. Кез келген уақытта сайтты тоқтата салады, вывод тоқтатып тастайды, маркетингті өзгерте салады. Қолдарында тұр, өздеріңіз де көріп отырған шығарсыздар, көріп те жүрген шығар, жүрген шығарсыз. Яғни сайт деген сол. Енді қараңыз, оң жағында Matic Basket'тің несін көрейік. Ақылды жүйе, заманауи маркетинг план бар, табыс табуға болады. Екінің бірі, карьераны өзіңіз қолыңызбен жасай аласыз. Шетелге барғыңыз келе ме, iPhone алғыңыз келе ме, пожалуйста, күн сайын 50 мың теңге, 100 мың, 500 мың теңге табыңыз. Бұл жерде күн сайын тапсаңыз болады. Минут сайын, секунд сайын тапсаңыз болады. Қанша табыс тапқыңыз келеді, өзіңіз білесіз. Мысалы, күн сайын 100 мың теңге тапсаңыз, айына 3 миллион теңге мысалы. Бар, шетелге барып қойды, iPhone сатып алып, пожалуйста, өзіңіз жасай аласыз карьераны. Көп адамдар мына жақта карьера қызығады. Міне карьераны өзіңіз жасай аласыз. Және біздің тағы артықшылығымыз, қайта-қайта ақша салу жоқ. Ақшаны бір-ақ рет саласыз, болды. Активация ай сайын деген нәрсе жоқ бұл жерде, бір жақ жер. Терминация атымен жоқ, сіз осы жобамен айналысып жүріп, басқа проектілермен айналыса берсеңіз де болады. Және сіз 5 жылдан кейін қайтып келіп қайтадан айналыса берсеңіз де болады. Сіздің аккаунтыңыз тұра береді. Сізге ешкім ештеңе демейді. Перелик бар, спонсор жаңа айттым табысын. 30 адам тіркейді бұл жоба. Қоршаған орта бізде позитивный, яғни финанс жағынан, не жағынан басқаша, бізде ортамыз бөлек, мүлдем бөлек. Конкурент жоқ, байқасаңыз. Товар сату мүлдем жоқ, оны көрді, естідіңіз. Активация жоқ, ай сайын ақша салмайсыз. Сетке берген 100% ақша, жаңа түсіндірдім, өзіміздің арамызда. Бұл жоба өзіне ешқандай процентті алып отқан жоқ, және бұл жобаның өзінің қалтасы жоқ деген сөз, ең кереметі. Және контроль администратор жоқ. Біз бұл жобада контроллер администратор жоқ, яғни основатель бар болғанмен, основатель ол контроллер администратор емес. Біз сияқты әріптес. Яғни маркетинг план тоқтатып тастау, вывод тоқтатып тастау деген нәрсе жоқ деген сөз. Өйткені бұл жерде система смарт контрактте тіркелген блокчейн технологиясында. Сол үшін де бұл жерде администратор жоқ, контроллер жоқ. Сол үшін де осы уақытқа дейін жұмысын жасап келе жатыр, бір қалыпты. Осыған да қатты мән берген дұрыс. Яғни сіз қандай да бір проектімен айналысатын болсаңыз, маркетинг планға қатты қараңыз. Маркетинг планда минус көп болса, қашу керек ондай жерден. Лимит, шарт көп болса. Сол үшін де мен ойлаймын, осы Matic Basket жобасының маркетинг планы сізге ыңғайлы, жеңіл. Көрдіңіз бе? Ешкім сізге ештеңе шаруасы жоқ. Өзіңізден өзіңіз. Енді мына жерде жазылған артықшылығы 100% автоматтандырылған, децентрализацияланған, орталықсыздандырылған, орталықсыздандырылған, яғни сондай жүйе. Полигон блокчейніне тіркелген және жете тексерілген смарт келісімшарт. Администратор немесе контроллер жоқ, ол рас. Қайта-қайта ақша салу жоқ, жаңаның барлығын айттым. Енді бұл жобаның мақсаты, енді әрқайсымыздың мақсатымыз бар. Мысалы, менің мақсатым бай болу, қаржылай тәуелсіз болу, еркіндікте өмір сүру. Демек, Matic Basket жобасының мақсаты да сол. Міне, біздің ең басты мақсатымыз әрбір адамға қаржылай көмектесу. Мен сізге ақпаратты түсіндіріп жатырмын, сөйлеп жатырмын. Мен сізге товар сату жайлы әңгіме айттым ба? Айтқан жоқпын. Мен сізге не айттым? Мен сізге осы жобаның маркетинг планын, табыс көзін қалай табу керек, сол жайды сізге жай ғана ақпарат түсіндіріп бердім. Көрдіңіз бе? Соған мән берген дұрыс. Бұл әлемдік жоба. Қазір осылай отырған жерде отырып, шет елдерінде тіркей берсеңіз болады. Турция, Америка, Дубай, Европа, Өзбекстан, Қырғызстан деген сияқты мемлекеттен адамдар тіркей берсеңіз болады, бір жақсы жері. Қолыңызда телефон болса болды, басқа телефон және интернет, басқа ештеңе керек емес. Сіздің жетістікке жетуіңізге қолыңызда телефон мен интернет болса болды. Бітті, үйде отырып істей бересіз, ешқайда бармай-ақ, жыл жерде отырып. Смарт контракт деген не? Смарт контракт ол егофтан да мықты деп айтады. Яғни егоф деген Қазақстанда ғана жарамды, ал смарт контракт бұл әлемде, әлемдік. Міне жазылып тұр, оқып алсаңыз болады, көрсеңіз де болады. Бұл кабинетте де бар, смарт контракт сіздің бүткіл транзакцияңыздың барлығын көрсетіп тұрады. Қанша депозит салдыңыз, қанша сума шығардыңыз, қанша матик шығардыңыз, кімге қанша матик аудардыңыз, қанша матик шығарып жатсыз, соның барлығын көре аласыз. Смарт контракт барлығын көрсетіп тұрады да. Ең қызығы. Умный система бұл. Әрі қарай енді сізге ұнады, қызықтыңыз, енді қалай кірген дұрыс. Енді қалай айтсам екен, біз үй салатын болсақ, мысалы, осындай үй салатын болсақ, мына салатын үйдің фундаменті дұрыс болмаса, салған үйіңіз бір күні құлайды деген сөз. Себебі сіз фундаментіңізді о баста дұрыс салған жоқсыз. Сол сияқты бұл жобада
жаңағы миллиондаған табысқа тез жету үшін аккаунтты қалай алу керек? Бұл жерде стратегия деген бар. Стратегиямен қалай кіру керек? Соны дұрыс алатын болсаңыз, сіздің жетістікке жету шансыңыз өте жоғары болады деген сөз. Миллиондаған табысты бағындыруға. Әрғай ол стратегиямен қалай алу керек, қалай аккаунт, қандай аккаунтты алған дұрыс, неше аккаунт алған дұрыс, қанша суммамен кірген жақсы, қанша суммамен қанша орын алған дұрыс. Оны сізді кім шақырды, осы жобаға кім түсіндірді, содан сұрасаңыз болады. Немесе маған хабарлассаңыз да болады. Төменге номерімді қалдырып қоям, WhatsApp нөмірімді қалдырып қоям. Немесе осының астында комментарияға номеріңізді қалдырсаңыз да болады. Әрі қарай қалай кіру керек, қандай пакетті алған дұрыс, қанша суммамен кіргенде қандай орындарды алған дұрыс, қандай стратегиямен кірген дұрыс, соның жолын көрсетіп, түсіндіріп, айтып беретін боламын. Себебі әр адамның істейтін стратегиясы, жасап жатқан стратегиясы әртүрлі. Сол үшін де мен солай айтамын. Міне, мен тапқан табыстарым сол кезде. Осында күніне үйде отырып осылай табыс табуға болады. 150 мың, 96 деген әртүрлі. Міне, онлайн табыс, офлайн ақша, кәсіби народныйға шығаруға болады. Үйде отырып және кез келген жерде жүріп осылай табыс тапқыңыз келсе, ұзақ ойланып отырмаңыз. Тез шешім қабылдап, әрекет етуді бастаңыз. Сол дұрыс. Енді бұл жобаға кіру үшін не істеу керек? Бұл жобаға кіру үшін алдымен MetaMask кошелек жүктеген дұрыс. 3 түрлі кошелекпен жұмыс жасаймыз негізінде. 3 түрлі. Негізі көбіне біз MetaMask кошелекті айтамыз, себебі 3 кошелектің бір-бірінен артықшылығы. Trust Walletпен кіретін болсаңыз, бұл жерде лимит бар. 10 аккаунттан артық мысалға аша алмайсыз. Шектеу бар да. Safehold деген кошелекте тоже сонда шектеу бар, артық аша алмайсыз. Ал MetaMask кошелекте ыңғайлысы, өзіңізге 5 аккаунт аласыз ба, 100 аккаунт аласыз ба, шектеу жоқ. Яғни сіз осы жобаға кіру үшін алдымен MetaMask кошелекті ашқаныңыз дұрыс. Android болса Play Market'тен жүктеп аласыз. Осы сурет шығады. iPhone болса App Store'дан жүктеп аласыз. MetaMask кошелек. Бұл кошелек қандай? Біз ақшаны Каспий Голдта народный сақтаймыз. Сол сияқты бұл криптовалюта сақтайтын холодный кошелек. Бұрыннан бар кошелек, бұл безопасный. Бұл жайында бұл видео бар, осы YouTube каналда тұр. Қазақша түсіндірілген, сол видеоны қарап, мұқият осы MetaMask кошелекті ашып алсаңыз болады. Бірінші жүктейсіз, содан кейін MetaMask'ты ашып жатқан кезде пароль создавать етесіз. Әрі қарай бұл MetaMask сізге 12 фразаны, секретный 12 фразаны көрсетеді сізге, жазуы бар, кішкентай 12 фраза. Сол 12 фразаны обязательно суретке түсіріп алыңыз, скрин жасап алыңыз, суретке түсіріп алыңыз. Android'та скрин жасатқызбайды, iPhone'да скрин жасатқызады. Android'та скрин жасалмасаңыз, екінші телефонмен түсіріп алған дұрыс 12 фразаны. Ол 12 фразаны түсіріп алғаннан кейін, оны мұқият бір жерге сақтап қойғаныңыз дұрыс. Ол 12 фразаны жоғалтып алмаңыз. Жоғалтып алсаңыз, ертең басқа кошелекпен, басқа телефон алған жағдайда, басқа телефонға осы кошелекке кіретін кезде, сол 12 фразаңызды сұрайды. Егер 12 фразаңыз білмейтін болсаңыз, жоғалтып алсаңыз, демек кошелекке кіре алмайсыз деген сөз. Ол кошелектің ішінде ақшаңыз тұрса, солай тұрады деген сөз. Қашан мына 12 фразаңыз тапқанша. Сол үшін де 12 фразаңызды жоғалтып алмауыңыз керек, ең бірінші. Екінші, сол 12 фразаңызды сізден басқа ешкім білмеу керек. Біреу білетін болса, демек ол адам сіздің кошелекке кіре алады деген сөз. Кірсе ақшаңызды алып алады деген сөз. Бұл сіздің жеке банкіңіз, былай айтқан кезде. Сол үшін де осыған мұқият болғаныңыз дұрыс. Ол видеода да көрсетілген, түсіндірілген. Ең бірінші сіздің жасайтын қадам бұл жобаға кіру үшін MetaMask кошелек ашу. Содан кейін барып, екінші қадам, сізді кім шақырды, содан Matic сатып алсаңыз болады. Maticті биржадан алуға да болады. Өйткені біз Maticпен саламыз, Maticпен шығарамыз. Maticті сатып алғаннан кейін, үшінші қадам, сізді шақырған адам сізге өзінің референс ссылкасын жібереді. Соның сілтемесімен сіз өзіңіз пакеттерді сатып аласыз. Осы кошелектің ішінен. Осы кошелектің ішінде барлығы, осының ішінде кіреміз біз. Біздің бір жақсы жеріміз Google Chrome'мен кірмейміз. Google Chrome деген нәрсені кірмейміз. Неге көп проектілер жабылып қалып жатыр? Себебі Google Chrome'да сайттың бәрі Google Chrome'да жасалады. Біріншіден, екіншіден ол жақта жасалғаннан кейін, ол жақта жаңағы адамның қолында деген сөз, сайтты жауып тастау. Екіншіден, хакерлер сайтқа взлом жасайды, бұза салады, былай айтқан кезде. Көп проектлер жабылып отқан содан, ал мына жобада олай емес, мына жобада мына MetaMask кошелектің ішінде өзінің Google Chrome сияқты браузері бар өзінің. Соның ішінен кіреміз бір жақсы жері. Осының ішінде, осы кошелектің ішінде барлығы. Бұл үшінші қадам сол, әрғай пакет аласыз, бітті.
Үйде отырып табыстап, Matic Basket керемет платформа. Сізге керек тек қана телефон және интернет. Зарабатывай, сиди дома дейді. Matic Basket самая перспективная платформа. Нужно только телефон и интернет. Енді сіз ақпарат тыңдадыңыз, күшті, керемет, сізге ұнады бәрі. Тыңдағаннан кейін сіз айналаңыздағы адамдарға айтуыңыз мүмкін, о керемет жоба таптым деуіңіз мүмкін, бірақ ол адамдар сізге бірден я демейді. Олардың айтатыны көбіне лохотрон, пирамида, салма, өтірік, оның бәрі не деп айтуы мүмкін. Өйткені сіздің тыңдаған ақпаратты, сіздің көрген информацияны ол көрген жоқ, тыңдаған жоқ. Сол үшін де ол сөйтіп айтады. Көрдіңіз бе? Екіншіден, сіз оған осы жерде түсіндірілгендей, ол сіз оған түсіндіре алмайсыз. Көрдіңіз бе? Көп адамдардың жаңағы не істеп қалады, тұрып қалатыны содан. Өзінің айналасындағы адамдарға айтады, ол адамдар ой таста керемет, керек емес, жабылып қалады, таста кірме деп айтқаннан кейін адамдар уже бірінші қадам жасауға уже желанасы қайтып қалады. Енді сұрақ, сізге кім не айтса да, кірме, істеме, не істейсің деп айтса да, өзіңізге былай сұрақ қойыңыз. Сол адам сіздің өміріңіздің өзгертуіне қандай пайдасы тиіп жатыр? Сізге күн сайын $100, $1000 беріп жатыр ма? Бір 500 теңге, 1000 теңге сұрасаң бере ме? Бермейді. Бар болса да бермейді. Неге? Оның өзінің басында кредиті бар, қарызы бар, өзі әрең жүр. Адам өзі әрең жүрсе де, ақыл айтуға мастерміз ғой біз. Ақыл айту тегін ғой негізі, оңай жұмыс қой. Екінің бірі ақыл айтқыш ғой. Таста керек емес, ойбай, бұрын деген мен танысым кірген, бүйткен ақшасын салған, алданған дейді. Бес саусақ бірдей емес. Адам соған мән беру керек. Сізге өміріңізді өзгерткіңіз келсе, осы жердің маркетинг планын тыңдап, желательно сол адамды осы жерге, осы информацияны тыңдатыңыз. Бізге обучение болып жатыр Телеграмда. Соған қатыстырыңыз. Сол кезде ол адам осы ақпаратты тыңдағаннан кейін оның ойы өзгереді міндетті түрде. Осылай екен ғой деп. Көп адамдар мен білем деп ойлайды, білем деп көп қателеседі да. Білетіміз 19, білмейтіміз 99. Соған да мән беру керек. Бірінші қадамды жасасаңыз, екінші қадам уже әрқайсысының жолыңыз ашылады деген сөз ғой. Яғни осылай қадам бойынша жетістікке қалай жеткеніңізді бір күні байқамай қаласыз. Matic Basket жобасында армандар орындалады, рас ол. Үй алатын заман емес қазір, үй алатын заман. Почти түсіндіріп болдым. Жарқын болашаққа қол жеткізетін үлкен мүмкіндіктің тұсаукесері. Назарыңызға рахмет. Міне, оқысаңыз. Орысшасын оқысаңыз да болады. Міне. Уақыт бізге берілген бақыт. Уақытымыз бос өтпесін. Цифровые деньги меняют мир. Ол рас. Сондықтан да көзіңізді ашып, ояныңыз. Егер ұнаған болса, төменге өзіңіздің комментарийіңізді қалдырыңыз, номеріңізді қалдырсаңыз да болады. Номерімді қалдырып қоям. Сұрақтарыңыз болса, сұрасаңыз да болады, WhatsApp-ыма шықсаңыз да болады. Әрі қарай пакетті қалай алу керек, қандай пакетпен кірген дұрыс, қандай стратегиямен кірген дұрыс, қанша сумамен бастаған дұрыс, соның барлығын мен сізге подробно сол кезде айтып беретін боламын, сол кезде. Немесе сізді кім шақырды, содан сұрасаңыз да болады. Пайдасын берсін, ісіңізге сәттілік, бай қуатты болайық.